Окудан тыс уақытта балаларды тәрбиелеу, дамыту және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оңтайлы жағдайлар жасау мәселелерінде ата-ана құзыреттілігін деңгейін арттыру мақсатында Талдықорған қаласы полициясының бастығы Ернар Шырбаев облыстық білім басқармасымен бірлесіп, қаланың ата-аналар комитеттерімен кездесуге бастамашы болды. Кездесуге 150-ден астам ата-ана қатысты. Балалар қауіпсіздігі бойынша туындайтын сұрақтарға полицейлермен қатар психикалық денсаулық орталығының қызметкерлері, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссия мүшелері, сондай-ақ білім беру өкілдері жауап берді. Саламатсыздар ма тағы да? Енді мен айта кетейін деген біраз 3-4 мәселе бар, тоқтап өзіміздің сөзімізбен түсіндіріп өтсек. Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың профилактикасы мен балалардың қадағаласу және панасыз қалуының алдын алу туралы заңның орындалуы Ішкі істер министрлігінің органдарында ерекше назарда тұрған ең күрделі және қатты алаңдаушылық отырған мәселелердің бірі. Жасөспірімдер арасындағы тәлім-тәрбие және олардың тарапынан жасалынатын құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарын ерекше көңіл бөлінуде. Соғысқан орай қаламыздағы оқу орындарында құқық бұзушылық пен қылмыстардың алдын алуға бағытталған кешенді іс-шаралар өткізіледі. Бұл біздің полиция қызметкерлері білім саласымен, мұғалімдермен бірігіп, әртүрлі ойындар өткізіледі, және де агитация өткізеді, лекциялар оқиды. Қазіргі бізде болып жатқанда бопсалау, болмаса буллинг деген бар. Содан кейін балалар бірін-бірі травить деп айтады ғой, травить етеді ғой, ұрысқан кезде жамандап, сондайдың жасамаудың, және де балалармен телефонмен көп ойнамауды, жол жүрген кезде жол ережесін бұзбауды, себебі өте көп оқушыларды көлік қағып жатады. Күнделікті таңғы уақытта, түскі, кешкі уақытта біздің полиция қызметкерлері әр мектепте қадағалау жүргізіп, сол мектепке келіп, оқушылар сабаққа келген кезде, мәшинеден түсіп, мәшинеге мінген кезде автобусқа отырғанын бәрі қадағалауға алып, осы оқушы балалар ештеңеге ұрынбас үшін түрлі жұмыстар жүргізіледі. Мектеппен бірге, мектептің алдында жұмыс атқаруға күнделікті неге біз дайынбыз. Егер де сіздер бізбен бірге істейміз, бізбен бірге қосылайық десеңіз, біздің есігіміз ашық. Сіздер бізбен жүрсеңіздер тіпті жақсы болар. Себебі кейбір ата-аналарға осы болып жатқан дағдарысы, осы жағдайды сізбен бірге көрсетіп түсіндірсек, мен ойлаймын, кішкене болса да халқымыз өзгеріп, сұрақтар өзгеріледі деп. Көп вопростар енді бізге айтылды, алдыңғы жиналыстарда автобустар туралы айтты, остановкада айтылды. Енді остановканы орнынан апарып басқа жерге де қозғадық сіздер үшін. Автобустың маршруттарын да өзгерттік. Енді біз әрдайым дайынбыз, қолдан келгенше істейміз. Енді сіздерден ғана қолдау болса болды. Рахмет сіздерге.